Мамандықтар әлемін ашамыз байқауының қатысушысы, Ақтөбе облысы Шалқар қаласы нөмірі 6 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 Б сынып оқушысы Түгелбаева Василия Ерланқызы. Менің бағытым болашақтың мамандығы виртуалды әлем сәулетшісі. Бұл мамандық нені білдіреді? Виртуалды әлем сәулетшісі виртуалды және толықтырылған шындықта қолданылатын кеңістіктерді жобалайтын маман. Ол виртуалды мектеп, музей, қала, ойын, зертхана секілді цифрлық орталарды салады. Не себепті бұл мамандық пайда болады? Онлайн оқумен жұмыс көбейді, қашықтан білім алу кең таралды, виртуалды турлар, ойындар, симуляциялар кеңінен таралды. Технология дамыды, сондықтан адамдарға виртуалды кеңістікті жобалайтын арнайы маман қажет болады. Виртуалды әлем сәулетшісі не істейді? Виртуалды ғимараттар мен бөлмелерді жобалайды, 3D орта құрады, пайдаланушыға ыңғайлы дизайн жасайды, оқу, ойын немесе жұмыс ортасын бейімдейді. Қандай салаларда қажет? Бұл мамандық білім беру, ойын индустриясы, медицина, туризм, архитектура және дизайн саласында өте қажет. Болашақтағы маңызы 5-10 жылда виртуал реалити мектептер көбейеді, виртуалды жұмыс кеңселері пайда болады, виртуалды әлемдердің бірігіп, үлкен бір цифрлық кеңістікке айналуы артады. Бұл мамандыққа түсу үшін қандай пәндер қажет? Негізгі пәндерге математика, есептеу, логика үшін, информатика, бағдарламалау, компьютермен жұмыс, және де физика, кеңістік, қозғалыс, жарық түсіну үшін. Негізгі пәндермен қатар қосымша пәндерге сызу, бейнелеу өнері, ағылшын тілі жатады. Бұл мамандықтың болашақта Қазақстандағы оқытылуы мүмкін университеттер: Астана IT университеті, IT бағдарламалау және де цифрлық технологиялар, Сәтбаев университеті, инженерия, 3D модельдеу, ақпараттық жүйелер. Ең соңғысы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет, ақпараттық технологиялар, компьютерлік ғылымдар. Қорытынды: виртуалды әлем сәулетшісі болашақтың технология мен шығармашылықты біріктіретін мамандық. Бұл қазіргі таңда өзекті, заманауи, қажетті және де болашағы зор. Бұл мамандық ертеңгі күннің таңдауы.